40 мыңға болана үйдің документін берейін деп тұрсың ба? Бекзат, сөйтен думкаға кіріп кетіпсің ғой. Өз думкаға кіретін не отырсың? Салам. Үйдің документін алып кетіп жатыр едім. Сатайын деп жатсың ба үйіңді? Жоқ, сатайын деп жатқан жоқпын. Ғани танисың ба? Площадь жақта тұратын. Иә. Содан 5 жыл алдым, 40 мың теңге алғам ғой. Сөйттім дағына ақшаны қайтармай қалдым. Енді 5 жыл өтіп кетті да 40 мың теңге бермегенде. Әр күніне 400 теңгеден процент қосып отыр. 40 мың теңгені апарып берсем, амайын дейді, үстінде процентімен бірге беріп алам дейді. Мен жеп қойды сол, тілхат жаздырып, үйдің документін беріп онда деді. Мен бере салайын деп отырмын. 40 мыңға болана үйдің документін берейін деп тұрсың ба? Түсінбей жатыр ғой енді 40 мың теңге апарып берсем, амай процентімен бірге ақша беріп отыр. Сөйлесек те бар. Сөйлесіп береке таппаймын мен. Күйеудің сияқты ғой, үйдің документін ұстап тұр да, мен де тұр деп сөйлеспеші өзің алдым. Күйеу болып тұрам, ақпа. Бекзат, янып кетіп қалады. Әңгімем болса маған айта берсе. Үйдің документін алып шығамын деген ғой, алып кетейін деген. Үйдің документ менде. Да. Тоқта. Қане ұят емес пе мына түрі? 40 мың теңгеге бола үйдің документін сұрап, не көрін? Мен оған ескерттім. Мен қарыз берермеймін негіз. Берсем пайызға берем. Пайыз өсіп кетті 5 жылдан бері. Төлесін, екінші қарыз сұрамайтын болады. 40 мың теңгесін апарып берсе алмай қойыпсың. Күніне 400 теңгеден 5 жыл бойы қосып келіпсің. Ұялмайсың ба соған? Ол қарызға ақша сұрайды да, ұят емес. Мен қарызға берген үшін мен ұят боламын, қарызым сұраған үшін. Ани, 40 мың үстіндегі саған ақша болып бармайды, от болып барады. Сол ақшаға балдарына бірден алып берсен, от жегізгенмен тең боласың. Мұсылмансың ғой? 40 мың теңгені алды, 40 мың қып қайтарсың. Бермей-ақ қойсын 40 мың.